Барша қазақстандықтар тезірек көрсін және де хабардар болсын. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Енді сабақта телефон ұстауға шектеу қойылады. Мәжіліс депутаттары жаңа заң жобасын қабылдады. Егер мұғалім оқу процесінде кейбір қосымшаларды пайдалану керек болса, онда смартфонды қолдануға рұқсат береді. Ал үзіліс кезінде еш шектеусіз пайдаланады. Асхат Аймағамбетов, Аманат фракциясының мүшесі. Нақты осындай норма енгізіліп отыр. Яғни сабақтың үстінде бала тек қана сабақ оқуы керек. Ал телефон пайдалануға қатысты норма бар. Мектеп пен аурухана жоқ аудандарда көп қабатты үй салуға тыйым салынады. Жаңа заң жобасы осы мәселені де қамтиды. Бұдан бөлек елде тозығы жеткен мектеп көп. 30 жылдан бері тексерістен өтпеген апатты білім ошақтарының саны 50-ден асады. Асхат Аймағамбетов, кейінгі кезде мектеп ғимараттарының төбелерінің құлауы сияқты фактілер жиілеп кетті. Сондықтан осындай біраз жылдар бойы жұмыс істеп тұрған ғимараттарды әр 5 жыл сайын тексеріп тұру өте маңызды деп санайды. Видеомыз кеңінен таралып, қажетті жерлерге жету үшін және барша қазақстандықтар хабардар болу үшін видеомызды жақындарыңызға таратып лайк басуды ұмытпаңыз. Біз бақылауды жалғастырыңыз.